сіздер үшін жаңа жоба оқу лайф жобасын ұсынады. Жобаның мақсаты жастар арасында оқу ісін ілгерілету, жас ұрпақтың бойында кітапқа деген құрметті қалыптастыру. Сонымен қатар еліміздің шетел авторларының шығармаларын көпшілік арасында насихаттау болып табылады. Жоба жеңімпаздарын бірінші орын иесін әмбебап тамақ пісіргіш, мультиварка, екінші орын иесін киім үтіктегіш құрал, үшінші орын иесін тоқсыз құлаққап және ынталандыру сыйлығы электрондық қолсағат күтіп тұр. Жоба жеңімпазы атану үшін сізден бар болғаны бір автордың шығармасын бір ай көлемінде оқып шығып, жоба авторлары тарапынан сол шығарма негізінде құрастырылған тест сұрақтарына мүдірместен жауап беру ғана талап етіледі. Жоба 1 наурыздан өз бастауын алады және жобаның тұңғыш туындысы Мұхтар Мағауиннің Аласапыран шығармасы. Мұхтар Мағауиннің Аласапыран шығармасын 1-30 наурыз аралығында оқып шығып, жоба авторлары тарапынан осы туынды негізінде құрастырылған тест сұрақтарына жауап берсеңіз, сіз жоба жеңімпазы атанасыз. Және жобаға қатысу үшін сұраныс 10 наурызға дейін Айтеке би көшесі 32-ші үйде қабылданатын болады. Хабарласу үшін байланыс номерлері 22 252 23 530. Қосымша сұрақтарыңыз болса, осы